1985 жылдан Тайсонның спорт әлеміндегі жұлдызды сәті басталды. Осы жылы 15 кездесу өткізген Майк бәрін де нокаутпен жеңген еді. Оның нокауттарының көптігі әрі әлемнің ең жас чемпионы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына да енген. Осындай атақ даңққа бөленген Тайсонның өмірі 1991 жылы күрт өзгерді. Оған зорлық жасады деген айып тағылып, 6 жылға бас бостандығынан айырады. Мұның бәрі жала деп уанша шырылдағанымен Америка соты оны ақтамады. Майк түрмеге түскен алғашқы уақыттарда біразға дейін өз-өзіне келе алмады. Дегенмен біраздан соң сабырға келіп түрмедегі уақытын кітап оқумен өткізетін болды. Міне, дәл осы кездері түрменің имамының көмегімен исламды қабылдады.